Блез Паскаль, француз математигі, физигі, өнертапқышы, жазушысы және теологы. Ол жас кезінен бастап алғашқы калькулятордан алғашқы қоғамдық көлік қызметіне дейінгі өнертабыстарымен әлемде төңкеріс жасады. Уақыт мұң мен ренішті емдейді, өйткені адам өзгереді. Адам неғұрлым ақылды, мейірімді болса, соғұрлым ол адамдардан жақсылықты байқайды. Айтылған сөздерге қарай ой өзгереді. Кездейсоқ жаңалықтарды тек білімді ақыл ойлар жасайды. Адамның қасиетін оның ерекше ерліктеріне қарап емес, қарапайым өміріне қарап бағалау керек. Мен бұл кеңістіктердің мәңгілік үнсіздігінен қорқамын. Мені ең таң қалдыратыны, ешкім өз ақымақтығына таң қалмайды. Адамзаттың барлық проблемалары адамның жалғыз бөлмеде тыныш отыра алмауынан туындайды. Адам періштеде емес, жануарда емес. Өкінішке орай, періште болғысы келген адам жануарға айналады. Біздің барлық қадір қасиетіміз ойда. Дүниеде санасы қисық адамдар көп. Адам неғұрлым ақылды болса, соғұрлым ол қарым-қатынаста болған әрбір адамнан соғұрлым ерекшелікті байқайды. Қарапайым адам үшін барлық адамдар бірдей көрінеді. Адамдардың бірі игілікті биліктен, екіншілері білімге құмарлықтан, ғылымнан, үшіншілері рахаттан іздейді. Адам өзін әшкерелемес үшін ақиқатпен күресе бастағаннан өткен бақытсыздық жоқ. Адам неғұрлым ақылды, ізгі болса, соғұрлым басқалардан ізгілікті көбірек байқайды. Оқып шыққаннан кейін оны өзім де жаза аламын деген ой салатын кітаптар ең жақсылары болып табылады. Кеше мен бүгін біздің амалдарымыз, болашақ біздің мақсатымыз. Біз өмір сүрмейміз, біз күтеміз және үміттенеміз. Біз еш уақытта шынайы өмірді қабылдамаймыз. Бір нәрседен кешігетіндей асығумен жүреміз. Кейде өткен уақытты қайтаруға тырысамыз. Жүректің біз білмейтін өз ақылы бар. Ақылды адам өзгелердің ерекше қасиеттерін байқай алады, бірақ біздің еркімізге бағынбайды. Өзен бізді қалаған жерімізге алып баратын жол. Шығарманы қалай бастау керектігін соңына жеткен кезде ғана түсінеміз. Ойдың қалай қабылдануы оны қалай айтатындығымызбен байланысты.
ой сөзге қасиет артпайды, керісінше ойды әсем сөздер түрлендіреді. Ақиқатқа жетпесек те, осы жолда өзімізді ретке келтіретініміз анық. Біз үшін бұдан артық іс болуы мүмкін емес. Бір нәрсені өзгерту үшін оған деген көзқарасымызды өзгерту жеткілікті болады. Қозғалыс адам жаратылысының мәні, ал әрекетсіздік өлі жандарға ғана тән. Өз өмірін сүймейтін адам болмашы дүниеге бола өз өмірін қиюға дайын болады. Бәрінен де адамның салқынқандылығы қорқытады. Мені бұл жалғанда үнсіздік үрейлендіреді. Арнама тіркеліп қолдау білдіріңіз. Өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Нақыл сөздермен өз жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.